Қалдарбек Найманбаев, жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. 1939 жылы оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал ауданында туған. Қазақ мемлекеттік университетін бітіріп, 1960-1970 жылдары қазіргі Жас Алаш газетінің редакциясында әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары қызметтерін атқарған. 1988-1991 жылдары жазушы баспасының директоры, 1991-1996 жылдары Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы қызметін атқарды. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің депутаты болды. Қаламгердің қолынан шыққан даңқ тұғырында қоштасқым келмейді, бастау, сол бір түн, үміт өткелі, беймаза қонақ, аптап, шілде, көктөбе және тағы да басқа кітаптары жарық көрген.